Сәлем оқушылар. 1907 жылы Антанта келісіміне қосылған мемлекет бұл Ресей. Оны сіздер 9 сынып дүниежүзі тарихы пәнінде бірінші бөлімінен 2019 жылы шығарылған баспа 29 бетіне қарай аласыздар. Сол жерде бізде 5-ші параграф берілген. Жетекші капиталистік елдер арасындағы қайшылықтар бірінші дүниежүзілік соғыстың шығу себептері деп аталатын тақырып. Сол жерде антанта деп аталатын бізде жалпы ұйым бар. Сол ұйымның құрылуы туралы бізде осы 5-ші параграфта берілген болатын. Сол жерді қарасаңыздар, 1907 жылы 31 тамызда Англия мен Ресей арасында келіссөздер жасалды. Бұл келіссөз, яғни Ресейдің осы антанта құрамына кіруі туралы келісім. Жалпы антанта бізде Англия, Франция, Ресей және Германия мен Австро-Венгрия қарсы бағытталған үшті келісім. Осы антанта одағы деп аталатын бізде одақ болып табылады. Осы 5-ші параграфты толық оқып шығасыздар. Бұл 5-ші параграфта бізде көп ақпараттар берілген, дәл осы антанта ұйымы туралы, одағы туралы. Сол себепті 5-ші параграфты толық оқып шығыңыздар.